Сарысу ауданы Жарылқасын Отарбаев атындағы орта мектеп бастауыш сынып мұғалімі Станбекова Тұрды Төлебайқызы. Математика пәні 1-ші сынып. Онлайн сабағы. Күнделікті өмірдегі есептеулер бөлімі бойынша монеталар тақырыбын өтеміз. Ал құрметті білім алушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыздың оқу мақсаты 1 теңгелік, 2 теңгелік, 5 теңгелік, 10 теңгелік, 20 теңгелік тиындармен әртүрлі операциялар орындау. Теңгелік монеталарды бір-бірінен ажыратып, салыстыра құнын есептеуді үйренеміз. Қажетті соманы жинақтаймыз, өзіне керекті заттарды кез келген жерден сатып ала аламыз. Сабағымыздың мақсаты монеталардың тобын бір-бірінен ажырату, салыстыру, монеталарды пайдалану, заттардың құнын есептеу, монеталар тобына қажетті соманы жинақтау. Енді балалар, сиқырлы сандықша әдісі бойынша біз монеталарды сиқырлы сандықшаға саламыз. Алдымен біз күнделікті өзіміз қолданып жүрген монеталармен танысатын боламыз. Ол үшін біз сен білесің бе айдары бойынша мен қазір сіздерге монеталардың түрлерін ұсынамын. Бірінші, ұсынбас бұрын монеталарын біз қағаз ақшамен, яғни қағаз ақшамен қазір сіздерге таныстыратын боламын. Бізде мысалы қырғыз көршілес елінің ақшасын сом деп айтады. Қазақ халқында, Ресей халқында рубль деп айтады. Америка құрама штаттарында доллар деп айтады. Қытай елінде юан деп айтады. Қазақстан Республикасы аумағында 1993 жылғы 15 қарашадан сағат 8-ден бастап Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңге айналысқа енгізілді. 15 қараша, яғни біздің Қазақстан Республикасында теңге күні болып белгіленді. Теңге Қазақстанның ұлттық валютасы. Теңге ұлттық ақшаның атауы. Оның түрлері ұсақ теңгелер темір күйінде болатыны. Яғни мен жаңа сабағымның басында айтып кеткендей, 1 теңгелік, 2 теңгелік, 5 теңгелік, 10 теңгелік, қазір енді 50, 100, 200 теңгелік ірілене беретіндігі. Олардың ірі болған сайын құны артатындығы, ұсақталған сайын құны кемейтіндігі туралы мағлұмат сіздерге беріледі. Енді балалар, мынау жаңағы менің айтып өткенімдей, мынау мінекей Қырғызстанның сомы, мынау орыс елінің, Ресей елінің рублі, мынау өзіміздің Қазақстан Республикасының валютасы, яғни теңгесі, мынау өзіміздің көршілес еліміз Қытай елінің юаны, мынау Американың доллар ақшалары. Әр елде әртүрлі болып айтылады. Ал біздің негізгі бүгінгі өтетін монетамыз, яғни ол темір теңгелер. Енді мен сіздерге осы темір теңгелер туралы шамалы түсініп беріп кетейін. Ақшаның металдан жасалған түрлі капиталдың қорлануы кезінде пайдалы болды. Яғни ақшаның рөлін алтын, күміс теңестіреді және қазына әлемдік ақша ретінде танылады. Лидия мемлекеті монетаның отаны есептеледі. Онда монета алғаш рет біздің эрамызға шейінгі 7-ші ғасырда шыққан. Ал монета термині юан монета храмы атымен байланысты болған. Себебі көне Римде алғашқы монета сарайы болған. Металл ақшалары мыс, күміс және алтыннан жасалған монеталар жатады. Металл ақшалар әртүрлі пішінде болады. Монета түріндегі олардың соңғысы монетаның бергі, яғни бет жағын, яғни балалар аверс деп атаймыз, артқы жағын реверс деп атаймыз, бүйірін гурт деп атаймыз. Енді балалар, біз сіздермен оқулықпен жұмыс жасайтын боламыз. Енді мына жерде балалар, сіздер енді әрқайсыларыңыз осы мынау слайдқа қараңыздар. Онда әмияндағы монеталар көрсетілген. Мысалы, екі жақтағы, оң жақтағы, сол жақтағы әмияндарды біз салыстырамыз. Яғни 5 теңгелік, 10 теңгелік. Оны сіздер өздеріңіздің
дәптерлеріңізді жаза отырып, немесе ауызша орындай отырып, осы монеталарды салыстыратын боласыздар. 5 теңгелік, 10 теңгелік. Мына жерде бір әмиянда 10 теңгелік, 10 теңгелік, яғни қанша теңгелік болады? Бұл әмиянда, яғни 20 теңге бар. Ал оң жағындағы әмиянда 20 теңге бар. Яғни екі әмиянда қандай теңге болатын сіздер салыстырасыздар. Келесі әмиянда 1 теңгеліктен 5 монета бар, ал мына 2 теңгеліктен 5 монета бар. Осы екі жақтағы монеталарды салыстырып, осы жұмыста аяқтайтын боласыздар. Енді біздің келесі жұмысымыз, балалар, кітап бойынша. Мына жерде мінекей 1 теңгеліктен пирамида жасалған екен. Осы 1 теңгелік пирамиданы санаймыз. Яғни, бұл жерде 1 теңгелік пирамидадан қанша екенін санайсыздар да, оның оң жақтағы теңгемен, яғни монетамен салыстырасыздар. Яғни 1 теңгелікте қанша, сонда қанша монета болып тұр? Дұрыс, яғни 10 теңге. Екі жақтағы пирамида, сол жақтағы пирамида мен 10 теңгелік монета тең болды. Жарайсыздар. Енді, балалар, сіздер осы слайдты көріп отырғанда, жұмысты көріп отырғанда, дәптермен де жұмыс жасайтын боламыз. Яғни, дәптерге мынандай жұмыстарды орындайсыздар. $10 теңге алу үшін екі монетасы қаншауы керек? 10 теңге алу үшін 2 теңгелік монетаның қаншауы қажет? 20 теңге алу үшін 10 теңгелік монетаның қаншауы қажет? 20 теңге алу үшін 5 теңгелік монетаның қаншауы қажет? Осы сұрақтардың жауабын ертең мен сіздермен жаңағы байланыс желісі арқылы білетін боламын. Енді, балалар, мына жерде жеке жұмыс бар екен. Осы жұмыстарды бәріміз орындап жіберейік. Яғни, мұқият тыңдаңыздар. Ақшаны сана. Асанда 5 теңгелік 2 монета бар, және 10 теңгелік 1 монета бар. Асанда барлығы қанша монета бар? Түсіндіңіздер ме, балалар? Асанда 5 теңгелік 2 монета, 10 теңгелік 1 монета бар. Осыны есептеп, ертең маған жауабын беретін боласыздар. Енді, балалар, мына жерде екі қатарға монеталардың тізбектері көрсетілген. Яғни, А қатарындағы монеталар және Ә қатарындағы монеталар. А қатарындағы монеталарға қарайтын болсақ, яғни, бұл жерде жаңағы сандық сәуленің өсу заңдылықтары көрсетілген. Ә қатарында кему ретімен көрсетілген сандық сәуленің. Сіздер заңдылыққа сүйене отырып, осы жердегі қатені табасыздар. Мысалы, сіздерге түсіндіріп кетейін. 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 20 теңге, 10 теңге. Сонда қай монеталардың орындары ауысқан? Соның жауабын сіздерден күтетін боламын ертең, балалар. Енді екінші қатарда 20 теңге, 5 теңге, 10 теңге, 2 теңге, 1 теңге. Яғни, бұнда сандық сәуле ретімен заңдылықтарды есептейтін болсақ, бұл жерде кему ретімен көрсетілген. Бұл жерде де орын ауысқан монеталардың орындары бар. Сол орын ауысқан монеталардың орнын табасыздар. Қатесін, яғни, түзейтін боласыздар. Енді келесі тапсырмамыз монеталардың өсу кему ретімен ата. Бұнда да ауызша тапсырмалар, балалар. Монеталарды 3 қатар, яғни бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар. Бірінші қатарда 50 теңге, 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге, 1 теңгелік монеталар. Олар, яғни, қандай қатармен берілген? Яғни, бұл жерде кему қатармен берілген, балалар, өйткені үлкеннен кішіге қарай орналасқан. Екінші қатарда 100 теңге, 10 теңге, 5 теңге, бұл жерде, балалар, 100 теңге, 10 теңге, сосын 5 теңге, 3 теңге, 1 теңге. Бұл жерде де кему ретімен заңдылықтар сақталған екен. Үшінші қатарда 50 теңге, 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге, 2 теңге. Яғни, бұл жерде де кему ретімен заңдылықтар сақталған екен.
Бұларды енді өздеріңіз үйде қосымша өсу ретімен де айтып кетсеңіздер болады. Енді мына жерде балалар теңге терек ойыны. Теңге терек ойынында өздеріңіз көріп отырғандай, бір теңгеліктен мына дөңгелекшенің ішіне бір теңгеліктен қанша рет салсақ, қанша монета шығады. Осының жауабын көрсетесіздер. 2 теңгеліктен қанша монета шығады, мына дөңгелектің ішіне көрсетесіздер. 3 теңгелік, яғни 1 теңгеліктен неше рет алынған, солының жауабын көрсетесіздер. Енді келесі тапсырмада 2 теңге мен 1 теңгелік монеталардың қосындысын мынау дөңгелекшенің ішіне жазасыздар. 1 теңгелік пен 2 теңгелік монетаның қосындысын мынау дөңгелекшенің ішіне жазасыздар. 5 теңгелік монеталардың қосындысын мына дөңгелекшенің ішіне көрсететін боласыздар. Яғни біздің сіздермен өткен сабағымыз монеталар. Яғни монета дегеніміз біздің Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы екен. Яғни темірден және алтын күмістерден жасалған валютаның бір түрі. Ол ұсақталып және іріленіп көрсетіледі. Енді келесі сабақта біз осыларды жаңағыдай үлкен кішісін танысатын боламыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.